Сәлем достар, бүгін барлық адам үшін пайдалы видео болады. Тақырып инсульт. Қазақстан ТМД елдерінің арасында инсульттан болатын өлім көрсеткіштері бойынша бірінші орында тұр. Елімізде шамамен жыл сайын 40 мыңға жуық инсульт жағдайы тіркеледі екен. Бұл ақпаратты мен ойдан шығармадым. Статистикаға және бұқаралық ақпарат құралдары берген мәліметтерге сүйеніп айтып отырмын. Инсульт дегеніміз не? Бұл острое нарушение мозгового кровообращения деп айтады дәрігерлер, және выпискаға да солай жазып береді. Ал енді қарапайым тілмен айтуға тырыссақ, бұл инсульт қан айналым жүйесінің бұзылуы. Соның нәтижесінде мидың жасушалары оттегі және қоректік заттардан айырылып өледі немесе зақымданады. Барлығы сонда мидың қаншалықты зақымдануына байланысты. Одан кейінгі адамның қалыпқа келуі немесе тірі қалуы жалпы осы мидың қаншалықты зақымданды соған байланысты. Инсульт тек үлкендерде ғана кездеседі деп ойласаңыз қателесесіз. 2 жыл бұрын мен де солай ойлағанмын. Бірақ ұлым 40-нан шыққанда инсульт алып реанимацияға түскенде мен бұның барлығы шындық екеніне көзім жетті. Және сол ауруханада жатқан кезде нейрохирургия бөлімінде мен инсульт алған 6 баланы көрдім. Оның 4-еуі енді ғана 40-нан шыққан бөпелер болса, 2-еуі жасөспірім бала болды. Сонда инсульт кез келген жаста болуы мүмкін. Инсульт қазіргі кезде жас талғамайтын ауру сияқты меніңше. Бірақ статистикаға сүйенсек, 1,5 айға дейін, яғни нәрестелік, перинаталды инсульт жиі кездеседі екен. Инсульттың 2 түрі бар, геморрагиялық және ишемиялық. Ишемиялық инсульт 80% жағдайда кездеседі. Миға баратын қан тамырының тромбпен және эмболиямен бітелу нәтижесінде ишемиялық инсульт туындайды. Ал геморрагиялық инсульт 20% жағдайда кездеседі. Мидың қан тамырларының жарылуы нәтижесінде туындайды. Сондықтан ишемиялық инсультқа қараған кезде геморрагиялық инсульттан кейін жалпы адамның тірі қалуы, мүгедек болып қалу қаупі жоғары. Зерттеулерге сүйенсек, балалардағы инсульт көбіне мына жағдайларда кездеседі екен. Ол гематологиялық өзгерістер, яғни қанның өзгерістері. Бұған серповидно клеточная анемия, лейкемия, тромбоцитоз сияқты аурулар кіреді. Соның ішінде ана мен баланың резус факторының конфликті да осы инсульттың себептерінің бірі болып табылады екен. Екінші себеп коагулопатия, қанның ұю процесінің бұзылуы. Бұған гемофилия, факторлардың бұзылысы, витамин К жетіспеушілігі. Одан кейін васкулит, қан тамырларының қабынуы, менингит, оспа, ВИЧ, микоплазма, красная волчанка сияқты аурулар. Қан тамырындағы ауытқулар, аневризма, бастан, мойын омыртқа тұсынан жарақат алу, травма алу, жүрек аурулары, сонан кейін инфекциялар дейді. Сонымен қатар ананың шылым шегуі, ішімдік ішуі, наша қолдануы, ұзақ толғатуы, немесе баланың құрғақта жатып қалуы, су болмай, кислород жетіспеушілігі, мезгілінен ерте босануы, қант диабетімен ауруда инсульттың болу ықтималдылығын жоғарылатады екен. Бірақ бұл айтылған себептердің ешқайсысы да менің баламда болмады. Біз инсульттың себебін көп іздедік. Қазақстанның ұлттық ғылыми ана мен бала орталығындағы гематологтардан кеңес алдық. Олар бізді Мәскеудегі Рогачев атындағы иммунология, онкология және гематология ауруханасына жұмсады. Сол жерден біздер консультация алдық. Бұл жерде бүтін бір гематология бөлімшесі бар. Соның ішінде қанның бұзылыстарымен жұмыс жасайтын гемостазиолог мамандар бар. Бізге гематологтан гөрі гемостазиолог маман қажет деп айтқасын, біздер сол жерден де консультация алдық. Енді осы консультациялар негізінде мен сіздерге инсульттың себептерін талдап көрсеткім келеді. Мүмкін баласы инсульт алып, себебін таба алмай жүрген аналардың біреуіне пайдалы болар. Ең бірінші әрине жүктілік кезеңінен бастау керек. Себебі баланың жалпы қалыптасуы, дамуы осы жүктілік кезеңінен басталады. Бұл менің 3-ші жүктілігім.
алдыңғы 2 баламның дені сау, 3-ші жүктілігімде де жоспарлы түрде өзім дайындалып, барлық тексерістен өтіп, жоспарланған жүктілік болды. Менің жүктілігім жақсы өтті. Гипотериоздан басқа менің қосымша диагнозым жоқ. Бірақ жүктілікке дайындық кезеңінде де, жүкті кезде де эндокринологтың бақылауында болдым. Барлық дәрігерлер инсультқа гипотериоздың қатысы жоқ деді. Егер жүкті әйелде тромбоз, тромбоэмболия, қант диабеті сияқты аурулар болған жағдайда, преэклампсия, қан кету, бірнеше рет түсік тастау сияқты мәселелер болған жағдайда, бұл балада инсульт алу қаупін жоғарылатады екен. Менде жүктілік кезеңінде проблема болмағандықтан, мен бұл кезеңнен инсульттың себебін іздемеймін. Инсульттың себебін іздегенде тоқталатын келесі кезең ол босану кезеңі. Менде алдыңғы 2 жүктілікте скорый роды болатын, яғни толғағым бас аяғы 6 сағат болатын. Ал осы 3-ші жүктілікте жігерді босануда менде толғақ 8-10 сағат арасында болды. Яғни толғақпен де, оның жиілігімен немесе ұзақтығымен тоже проблема болмады. Егер тез босанып қойсам, яғни 4-6 сағат ішінде босансам, инсульттың себебін осы кезеңнен іздер едім. Қазір тез босанатын аналар тыңдап отырып қорқып қалмаңыздар, ешкімді қорқыту ойымда жоқ. Бірақ тез босану ол анаға да, балаға да жақсы емес. Тез босанған кезде бала босануға, дүниеге келуге дайын болып үлгермей қалады. Сондықтан тез босану негізі жақсы емес. Босану кезінде шипцы, вакуум сияқты заттарды қолдану инсульттың ықтималдылығын жоғарылатады. Әрине, менде бұның ешқайсысы болған жоқ, өзім табиғи жолмен босандым. Сонымен қатар кесір тілігімен де босану инсульттың болу ықтималдылығын жоғарылатады дейді зерттеулер. Кесір тілігімен босану инсульттың жалғыз себебі емес, бірақ оттегі жетіспеушілігі, қан айналымының бұзылысы сияқты жанама факторлар осы инсульттың пайда болуына әсер етуі мүмкін. Тағы да бір маңызды факторды айтайын. Жігер доношенный бала 38 апта 3 күнде дүниеге келді. Ал мезгіліне ерте босанған, шала туылған балаларда инсульт болу қаупі жоғары. Өйткені олардың милары әлі толық жетілмеген, қан айналым жүйесі тұрақсыз. Көп жағдайларда шала туылған балаларда ВЖК болады, внутрижелудочковое кровоизлияние, миішілік қан кету. Одан кейінгі себеп ол қан айналым жүйесінің дұрыс дамымауы. Енді бала ерте туылғаннан кейін әлі дүниеге келуге дайын болмады. Гипоксия, яғни оттегі жетіспеушілігі. Сонымен қатар көбіне шала туылған балаларды ИВЛ аппаратына қосады, өкпенің дұрыс дамымауы себептен. Осы кезде де ИВЛ аппараттың әсерінен инсульт алған балаларды білемін. Әрине, бұл жағдайлардың барлығы инсультқа әкелмеуі мүмкін. Бірақ жаңағы айтқаным, босану кезіндегі проблемалар инсульт болу қаупін жоғарылатады. Мысалы, біздер барлық недоношенный балалар инсульт алады деп айта алмаймыз. Қазір енді мен баламның жағдайына байланысты көптеген чаттарда отырамын ғой, сол жерден байқағаным, инсульт алған балалардың көбі недоношенный екен. Тут кому как повезет, менің ойымша. Себебі доношенный бола тұра, енді менің балам да инсульт алды. Бірақ доношенный және недоношенный баланы салыстырсақ, енді доношенный өзінің дайын болып дүниеге келген бала, ағзасы толық, миы барлығы толық жетілген баланың инсульт алса да, одан кейінгі дамып кету шансы жоғары. Инсульттан кейін қалыпқа келуде осындай кішкентай факторлардың барлығы үлкен рөл ойнайды. Доношенный баланың енді миы да толық дамыды, оның өмірге бейімделіп кету шансы да жоғары ғой. Қандай ауруды бастан кешірсе де, доношенный балада шанс көбірек недоношенный балаға қарағанда. Сондықтан құрметті аналар, біреудің баласымен өзіңіздің балаңызды салыстырмас бұрын осындай мелкий факторлардың барлығына мән беру керексіздер. Сонымен менде босану кезінде проблема болмады, сондықтан мен жігердің инсульт алу себебін бұл кезеңнен іздемеймін.
Енді туылғаннан кейінгі факторларға тоқталайық. Қазақстанда протокол бойынша барлық жаңадан дүниеге келген сәбиге К витамині салынады. Әрине, егер сіз өзіңіз бас тартпасаңыз, мен бас тартпадым, жігерге перзентханада дүниеге келгеннен кейін бірнеше сағаттан соң К витамині салынды. К витаминін салу нәрестенің өміріне қауіп төндіретін түрлі қан кетулерден сақтаудың ең тиімді әдісі. Бұл процедураны уақытылы жасау өте маңызды. Сондықтан тіпті сіз антиваксер болсаңыз да, ешқандай балама прививка салдырмаймын десеңіз де, осы витамин К-дан бас тартпаңыз. Маған бір оқырманым осы витамин К-дан бас тартып, кейін баласы 1 айында инсульт алған жазған болатын. Бұл витамин жаңа туған нәрестелердің геморрагиялық ауруының алдын алу үшін өте маңызды. Менің ұлым жігер 40 күндігінде инсульт алды. Реанимацияға түскен бойда менен анамыз жинады. Жүктіліктен бастап босануға дейін барлығы қалай болды, соның барлығын айтып бердім. Реаниматологтар инсульт болатындай ешқандай себеп таппағасын, инсульттың себебі жаңа туған нәрестелердің геморрагиялық ауруы деген диагноз қойды. Яғни геморрагическая болезнь новорожденных детей. Әрине, мен бірден айттым, біздер витамин К алдық, бізде ГБН болуы мүмкін емес, яғни жаңағы айтып отқан геморрагическая болезнь новорожденных болуы мүмкін емес. Ол витамин К алмаған балаларда болады. Ал біздің жағдайымызда витамин К перзентханада бірнеше сағаттан соң салынды деп. Бірақ реаниматологтар именно позднее проявление деді, геморрагиялық аурудың түрлі кезеңдері болады. Ерте кезеңі ол туғаннан бастап 24 сағат ішінде, классикалық түрі 2-7 күн аралығында, және кеш түрі 2 аптадан 6 айға уақыт ішінде болады екен. Біз ауруханада 2 ай жаттық. Сол 2 айдың ішінде барлық дәрігерлер бізге инсульттың себебі осы геморрагическая болезнь новорожденных деп айтты, және солай выпискасына да жазып берді. Бірақ әрине мен оған сенген жоқпын, себебі витамин К-ны сол ауру болмас үшін салады ғой. Неліктен менің балам витамин К алса инсульт алады деп, мен себебін іздеп ана мен бала ғылыми орталығындағы онкогематологтарға консультацияға жазылдым. Олар бірден маған инсульттың себебі ГБН емес деді. Себебі егерде ГБН болса, коагулограмма анализінде протромбированное время және МХО көрсеткіштері жоғары болады екен. Ал мен жігердің выпискаларын қарап отырмын. Реанимацияға түскен бойда алынған коагулограммада, ауруханада жатқан 2 ай ішінде де, одан кейін 2 жасқа дейін біз қаншама коагулограмма анализдерін тапсырдық, еш қайсында да көрсеткіштерінде проблема жоқ. Яғни, егерде балада геморрагическая болезнь новорожденных болса, ол коагулограмма анализінде көрінеді екен. Не только жаңағы геморрагическая болезнь новорожденных, кез келген қанның бұзылыстарын анықтайтын анализ осы коагулограмма. Геморрагическая болезнь новорожденных емес екеніне екінші себеп, жігердің кіндігі оп-оңай жақсы жазылды. 5-ші күні кіндігі түсті, кіндігі жазылуымен ешқандай проблема болған жоқ. Егерде осы ауру болса, баланың кіндігі жазылмай қояды екен, және сол кіндігінен қан кетулер болады екен. 3-ші себеп, К витаминін алған балаларда ГБН болу шансы өте төмен деді. Сондықтан бұл ауруды тоже исключаем. Сондықтан маған ауруханада айтқан, реаниматологтардың айтқан версиясын дұрыс емес деп ойлаймын. Енді гематологтар мысалға келтірген инсульттың ең жиі кездесетін себептеріне тоқталайын. Ең бірінші, артериовенозды мальформация. Бұл қан тамырларының туа біткен аномалиясы. Онда артериялар мен веналар арасында капиллярлық жерлі болмайды, яғни қан тікелей артериядан венаға өтеді. Бұл өз кезегінде қалыпты қан айналым жүйесін бұзады. Соның себебінде адам инсульт алуы мүмкін. Бірақ бұл диагнозда бізде расталмады, себебі қан кету түрлері АВМ-ға тән емес деді. Яғни видеоның басында айтқандай,
инсульт геморрагиялық және ишемиялық болады. Ал геморрагиялық инсульттың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Оның ішінде мысалы жігерде осы геморрагиялық инсульттың түрлерінің барлығы болды. Яғни субарахноидальное кровоизлияние, парахематозное кровоизлияние, эпидуральное кровоизлияние, внутрижелудочковое кровоизлияние, яғни төрт түрінің төртеуі де болды. Сонымен қатар алдыңғы видеода айтқанымдай жігерде 2 күн қатарынан кровотечение болды. Яғни басын кішкене кесіп алған жерден қан тоқтамай қойды. Ал АВМ кезінде мұндай кровотечение болмайды екен, ұзаққа созылған. Ол бірден жаңағы қан тамыр жарылып кетті. Сол бойда адам инсульт алады және уже сол бойда инсульт алғаны белгілі болады. Сондықтан менің баламда АВМ болмағаны точно. Бұл себепті де алып тастаймыз. Келесі инсульттың себебі бұл гематологиялық аномалиялар, яғни қанның құрамына, жасушаларына немесе ұю жүйесіне қатысты туа біткен немесе жүре пайда болған өзгерістер. Олар қан жасушаларының құрылымы, өндірісі және қызметі бұзылған кезде пайда болады. Бұл қандай аурулар? Бұл гемофилия, нарушение функций тромбоцитов, нарушение числа тромбоцитов, яғни тромбоцитке қатысты, одан кейін серповидная клеточная анемия, түрлі коагулопатиялар. Бұл инсульт алған адамдардың 10-30%-інде кездесетін аурулар екен. Енді біздер қайтадан жігердің реанимацияға түскен кездегі анализдерін қараймыз. Тромбоцитпен проблема болмағанын көреміз. Сондықтан тромбоцитемия деген диагнозды тоже исключаем. Көптеген адамдарда инсультқа алып келетін себептердің бірі бұл серповидная клеточная анемия, серповидная жасушалық анемия. Бұл тұқым қуалайтын қан ауруы. Онда эритроциттер, яғни қанның қызыл жасушалары қалыпты дөңгелек пішінді болудың орнына серп тәрізді, яғни жарты ай тәрізді болады екен. Соның әсерінде адамда қан тамырлары бітеліп, оттегінің жеткізілу процесі бұзылады екен. Серповидная клеточная анемия кезінде гемоглобин көтерілмейді, сондықтан оны баланың жағдайынан бірден көруге болады, бұның уже белгілері болады деген сияқты. Ал енді жігердің опять выпискасына қарасақ, реанимацияда жатқан уақыт ішінде әрине қан құюлар болды, себебі операция болды бірнеше, оның барлығы қанның төмендеуіне алып келеді, гемоглобиннің төмендеуіне. Бірақ біз үйге шыққаннан кейін анемиямен жұмыс жасап, осы күнге дейін анемиямен проблема болмады. Яғни бұл вариантты да исключаем. Егер серповидная клеточная анемия болса, біздер оны қанның морфологиясынан, қанның анализдарынан және де гемоглобиннің мүлдем көтерілмеуінен көруші едік. Келесі енді коагулопатияға келсек, яғни түрлі қан бұзылыстары. Мұны біздер анықтау үшін Рогачевта көптеген анализдер тапсырдық. Жаңа айттым ғой, Мәскеуде гемостазиолог маманның кеңесін алып, Қазақстанда кездеспейтін түрлі сирек анализдерді Мәскеуден тапсырып келдік. Соның ішінде біздер не тапсырдық? Толығымен факторларды тапсырдық. Айтып өтейін, инсульт алған адамдар міндетті түрде осы факторларды тексеру керек. Біздің анализдар бойынша барлық факторлар нормада болды, тек 12-ші фактор сәл төмен болды. Бізде 47% деген, норма 50%, яғни 3%-ке төмен. Бірақ это не критично деді. Дефицит 12-го фактора не проявляется кровоточивостью, не дает клинику деп жазыпты гематолог. Сонымен қатар фактор Виллибранда, фактор Лейдена бәрі нормада. Осы факторлар айтып өткенімдей өте маңызды рөл атқарады, сондықтан инсульт алған адамның барлығы факторларды тексеру керек. Факторлардан бөлек біздер өте көптеген анализдер тапсырдық, бірақ оның барлығы сіздерге қажет емес деп ойлаймын. Итакта бұл қарапайым адамға бұның барлығын түсіну қиын, сондықтан мен қысқаша айтуға тырысамын. Балада коагулопатия, гематологиялық аномалиялар жоқ деп айтуға, сенімді айтуға тағы бір себеп, жігер 2 жасқа келді. 2 жыл ішінде қанмен проблемалар болмады. Егерде балада туа бітті проблема болса, ол 2 жасқа дейін
міндетті түрде өзін көрсететін еді. Яғни ол қанның ұйымауы болуы мүмкін. Ол бала еңбектеген кезде денесінде түрлі синяктар, яғни көгерулер пайда болуы мүмкін. Немесе ауыз қуысында түрлі қанаулар пайда болуы мүмкін. Қолын, аяғын бір жерін жырып алған кезде сол жерден қанның ұйымауы, яғни қанның аға беруі, тоқтамауы сияқты проблемалар болуы мүмкін. Егерде коагулопатия және гематологиялық аномалиялар жоқ деп сенімді айтуға ең басты себеп осы 2 жыл ішінде жігер сол алғашқы 1 жылда ол 7 операциядан өтті. Егерде проблема болса қанмен 7 операция кезінде ол көрінетін еді. Яғни оны операция жасаған хирургтар бірден байқайтын еді. Соның ішінде мысалы трахестома қою ол өте кәдімгідей көп қан жоғалтатын операция. Онан кейін шунтирование тоже. Осының барлығы балада туа бітті қанмен проблемалар жоқ екенін көрсетеді. Инсульттың тағы бір себебі аневризма. Аневризма қан тамырының қабырғасы жұқаруы немесе әлсіреуі себебінен жарылып кетуі. Аневризма кезінде субарахноидальное кровоизлияние болады, яғни ми қабықтарының астына қан құйылу болады. Ал егерде субарахноидальное кровоизлияниеден бөлек парахимантозное, эпидуральное, внутрижелудочковое кровоизлияние түрлері болды. Ал осындай кровоизлияниенің бірнеше түрінің қатар жүруі аневризмаға тән емес дейді нейрохирургтар мен гематологтар. Сондықтан біздер бұл себепті де қарастырмаймыз. Біз тапсырған барлық анализдардың қорытындысы бойынша гемостазиолог балада айқын гематологиялық проблемалар жоқ деді. Мәскеуде тапсырған сирек анализдардың кейбіреуі бізде төмен, біреуі жоғары шықты. Бірақ қатты төмен немесе қатты жоғары емес, сәл ғана нормадан ауытқушылық болды. Бірақ оны бізге гемостазиолог бұл анализдер өте чувствительный деді. Сондықтан оларда сәл-пәл өзгерістің болуы норма деп айтты. Біз тапсырған анализдар нақты болу үшін, ол үшін барлығын бөлек-бөлек тапсыру керек екен. Яғни бір күн біздер 2 түрлі анализ тапсырсақ, 3 күннен кейін тағы бір 2 түрін тапсыру керек екенбіз. Ал біздер бірден 17 түрлі анализ тапсырдық. Бұл анализдер настолько чувствительный, что баладан венадан қан алды ма, оны бірден лабораторияға жеткізіп нәтижесін шығару керек екен. Себебі қан алған кезде, яғни балаға венаға ине тықты, ол жерден бірінші пробиркаға қан алды, ал екінші пробиркаға алатын кезде уже балада қанның ұю процестері басталып кетеді. Яғни баланың организмі қанды ұйыту үшін жұмыс жасай бастайды. Себебі венаны тисті ғой, теріні тисті. Сол себепті осындай процестер басталып кететіндіктен бұл анализдарды бірден көп алуға болмайды деп түсіндірді. Сонымен міне экранда гемостазиологтың қорытындысы тұр. Балада қанның айқын бұзылыстары жоқ, әрі қарай инсульттің себебін іздеуге негіз жоқ деп жазыпты. Мен инсульттің себебін табу үшін қолымнан келген барлығын жасадым. Қазақстанның гематологтарынан, тіпті Ресейдің гематологтарынан консультация алдым. Бірақ инсульттің себебін маған ешкім тауып бере алмады. Видеоның басында инсультті қандай себептер тудыруы мүмкін екенін бөліскен болатынмын. Бұл жердегі себептердің барлығын біздер талдадық. Гематологиялық өзгерістер, коагулопатия деген сияқты аурулар жігерде жоқ деп тұрмыз. Енді васкулит точно жоқ. ВИЧ сияқты, красная волчанка, менингит сияқты аурулармен ауырған жоқ. Аневризма жоқ. Бастан мойын омыртқа тұсынан жарақат алмады балам. Ешкім оны құлатып алған жоқ, ешкім басынан ұрған жоқ. Сонда қалады жүрек аурулары мен инфекцияларға тапсырдық. Инфекционистте болдық. Ол да бізге инсульттің себебін тауып бере алмады. Кардиологта да болдық. Жүрек аурулары жігерде жоқ. Тек открыто овальное окно болды 1 жасқа дейін, бірақ енді ол көптеген балаларда кездеседі, және де ол инсультқа әкелетіндей себеп емес деді кардиолог. Сіз менің осы видеодан инсульттің себептері туралы шағын зерттеуімді тыңдадыңыз. Шынымен мен өзім көп іздендім. Инсульттің себебін табу үшін дәрігерлерден де бөлек ақпараттар оқыдым. Дәрігерлердің айтқанын түсіну үшін интернетті ақтардым. Бірақ мен де, дәрігерлер де инсульттің себебін таба алмадық. Енді осының барлығын тыңдап отырып, құрметті оқырман, сіз маған қандай кеңес берер едіңіз?
ары қарай инсульттің себебін іздейін ба, әлде жарайды енді болғаны болды, қазір тек себебімен жұмыс жасау керек, последствиясымен жұмыс жасау керек деп барлығын қоя салайын ба? Кейде ойлаймын, Корея немесе Түркия елдеріне барып, баламды кешенді чекаптан өткізсем, мүмкін инсульттің себебін табатындай боламын ба деп. Мен инсульттің қайталануынан қорқамын. Сол себепті инсульттің себебін тапқым келеді. Жалпы инсульт қайталануға бейім ауру. Әсіресе сіздер үлкендерден еститін шығарсыздар, иә? Бір рет инсульт алғаннан кейін тағы инсульт алды, 4 инсульт алды деп. Міне, инсульт сондай коварный ауру, оның себебін тауып, сол себебімен жұмыс жасамаса, ол қайталануы мүмкін. Бұл видео инсульттан мүлдем хабары жоқ адамға сәл болса да инсульт туралы түсінігін кеңейтуге көмектесті деп ойлаймын. Сондықтан бұл видеоға лайк басыңыздар, пікір жазыңыздар, менің каналыма тіркеліңіздер. Алда тағы да пайдалы видеолар болады.